Армысыздар, көрермендер. Дженнифер Лопес Голливудтың танымал жұлдыздарының бірі. Әнші, актриса, биші және продюсер ретінде бүкіл әлемге танылған тұлға. Ол тек сахнада ғана емес, кинода да өзін керемет көрсеткен актриса. Көрермендерге ол On the Floor, Your Mama сияқты әндері миллиондаған тыңдармандардың плейлистінде. Джей-Ло сұлулық пен еңбектің символы. Ол жасы ұлғайса да сахнадағы белсенділігін тоқтатпай келеді. Еске сала кетсек, Дженнифер Лопес Қазақстанға келді. Дженнифер Лопес біздің елордамыз Астана қаласына келіп өте үлкен көлемде концерт берді. Қазақстандықтардың Дженнифер Лопестің келуіне қатысты ойлары әртүрлі болды. Әлемдік жұлдыздың келуі еліміз үшін үлкен мәртебе. У нас был тяжелый выбор. Мы выбирали между Дженнифер Лопес и Кайрат Нуртасом, но потом мы изучили цены и пошли по пути наименьшей цены, поэтому выбрана была Дженнифер Лопес. Но если отвечать как бы без юмора, я думаю, что мы проводили полгода переговоры и именно изучали гастроли звезд. То есть мы изучили гастроли 13 звезд, и там очень много было моментов, что главное, на чем строится, то есть выбор, это сначала, естественно, это гонорар звезды, второй момент это логистика. То есть если логистика позволяет прилететь на континент и сделать это с наименьшими расходами, то для звезды, то есть в первую очередь они принимают решение. То есть они приняли решение, скажем так, открыть Казахстан у себя в карте гастролей. Поэтому это на самом деле большой прорыв. Поэтому я считаю, что артист, у которого 258 миллионов подписчиков в Инстаграме, это в 20 раз больше, чем мы живем все в нашей стране практически. Да? Поэтому я считаю, что это очень круто, что она приедет к нам. То есть, я не знаю, как, не буду говорить за других, но лично я вырос на этой звезде в том числе. То есть, стадион будет танцевать. Мы были на ее концерте в Абу-Даби, это было незабываемо. То есть, зал был в восторге. Там просто атмосфера невероятная. Поэтому мы говорим о том, что это будет шоу класса А от звезды этого же класса. Дженнифер Лопес келгеннен кейін қазақтың қыз-келіншектері өздерінің дене бітіміне, сымбатына қарай бастады деген сияқты посттарды, жазбаларды оқып қалып жатырмын. Шын айтқанда бар ғой, қазақтың қыз-келіншектері бұрыннан өздерінің денсаулығына қарап та келе жатыр. Әрине ол әсер етпеді емес, етті, яғни өте қатты тым еріншек қыз-келіншектердің тұрып залға баруына болмаса қадам жасауын. Өткен аптада сенбі-жексенбі күндері NK Fit Астанамен бірге 2 күн біз жаттығу жасаған болатынбыз, білесіздер. Бүгін кәдімгідей денемді ала алмай отырмын ғой. Бұлшық еттерім ауырып қалыпты. Дей тұрғанмен ары қарай жалғастырамыз. Түстен кейін Әлияға барсам ба деп отырмын. Осы сенбі-жексенбі күндері NK Fit Астанамен бірге бізде би болады және йога болады. Келем десеңіздер. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Кешке интернеттен Дженнифер Лопестің концертін көріп отқам. Сөйтсем, артымнан әйелім кеп қарап тұр екен. Неме қарап отырсың дейді. Концерт көріп отырмын деді. Яғни жар сағат болды купальникке секіргеніне. Не көріп отырсың дейді. Ән естіп отырмын деді. Сөйтсем, әйелім айтады, онда бір әнін айтпашы маған деді. Қандай ән білесің дейді. Сөйтсем, бір ән білмейді екенмін. Сіздер де солай әнін естімей концерт көрдіңіздер ме кеше? Жұмыс істегенде жылдам қозғалыңдар. Дженнифер Лопес сияқты қозғалмайсыңдар ма стройкада? Сексуально. Жылдам. Давай. Сіздерге бір қызық айтайын, біз деген
ел не десе жүгіре береміз ғой. Түнде ұйықтайын деп жатып американский бір косметологтың несін сұхбатын оқимын. Не екен, голливудский звездаларды обслуживать етеді екен. Сол айтады, қазір әйелдер неше түрлі витамин А, Е, С деп іше береді дейді да, жас көрінеміз деп. Оның барлығы өттаған әңгіме дейді. Бірінші, әйелдің көңіл күйі жақсы болмаса, настроениесі дұрыс болмаса, ол по-любому тез қатырайып кетеді екен. Настроение жақсы болу керек, көңілді жүру керек әйел дейді да. И расслабленно жүретін болса, ол никак қартаймай өзінің сұлулығын сақтайды екен. Моника Белучидің несі екен, косметологы. И айтады, сұлу болғыларыңыз келсе, қаптатып витамин ішпей, астаксантин ішіңіздер дейді ғой. Түннің ішінде тұрып, мына Витаглоуды іздеп кеткенсің ғой. Ояна салып осыны ішіп жатырмын. Күніне бір-ақ рет ішіп жүргем, күніне енді 3 рет ішемін деп шештім. Астаксантиннің ішінде бүкіл витамин 1000 есе количествомен ең күшті составта бар дейді. Сат компаниясының Витаглоуында астаксантин. Дженнифер Лопес келеді деп отыр ғой, құда қаласа. Ойбай, жайды дайындап жатырмын. Мықты енді дүние жүзін аузына қаратқан ғой енді бұл кісі. Дженнифер Лопестің келуі қуанатын жағдай. Оны жаңағы кейбір адамдар талқылап жатыр ғой, үйтті бүйтті деп. Жаңа қазақ ата бабамыз былай деген, заманың түлкі болса тазы болып қой деген. Солай емес пе? Солай айтқан ба? Ұмытып қалмасам. Сондықтан ол қатты не нәрсеге де дистанция ұстауымыз керек. Дінге де әдемі тәртіп болу керек. Заманауи да болған жақсы. Сондықтан бұл кісінің келіп кетуі біздің елге бір жақсылық деп бағалауымыз керек. Өйткені елді тану үшін осындай адамдар келу керек. Ол қазақтың мәртебесі. Мен мысалы шетелге шыққанда біздің қазақты ешкім танымайды. Димаш бауырымыздың арқасында, осындай кісілердің арқасында елге келіп кеткен. Біздің қазақ болып дүниеге атымыз шығады, иншаллах, Құдай қаласа.